достар, сіздермен бірге мен Сабина. Бүгін бізде клубника в шоколаде жасайтын боламыз. Оған бізге әрине де шоколад керек. Тек қана клубника в шоколаде емес, банан и финики в шоколаде. Және де шпажка керек, клубника, банан, финики керек, және де осындай пергамент керек болады. Енді арнайы ыдыс. Ал ендеше кеттік. Осылай клубника, финики барлығын жуып аламыз. Ал бананымызды осылай кесіп аламыз. Біз финикимізді аламыз, ортасын кесіп, ішіне жаңғағын алып, оның орнына грецкий орехты саламыз. Солай ол тәттірек болып шығады. Ал қазір біз өзіміздің шоколадтарымызды ерітетін боламыз. Біз ыстық судың астында еріттік. Шоколадымыз еріп жатқанда біз осы клубника, банан барлығын шпажкаға қысырып қоя береміз. Мінекей осылай әдемі болып шықты. Мінекей достар, бізде осындай әдемі шоколадтарымыз шықты. Қазір үстін осылай безендіретін боламыз. Мінекей достар, осылай әдемі болып шықты. Ой. Дәмін татып көріңіздер, сау болыңыздар.